Екінші тарау қарапайым иррационал теңсіздіктер. Қарапайым иррационалдық теңсіздер шешкенде төмендегі негізгі тірек есептерді басшылыққа алған жөн. Мысалы, бірінші түбірасында x 2-ден кіші. Бұл есепті шығару үшін екі жағында квадраттап анықталу облысын ескереміз. Яғни x 4-ден кіші, ал квадрат түбірдің анықтамасына сәйкес түбірасында көрінек теріс емес сан болу керек. Яғни бұл есептің жауабы x 0 мен 4-дің аралығы болады. Екінші мысал, түбірасында x кіші минус 2-ден. Квадрат түбір теріс емес сан болғандықтан, бұл есептің жауабы шешімі жоқ болады. Үшінші мысалды қарастырайық. Түбірасында x артық 2-ден. Бұл есептің жауабы екі жағында квадраттайтын болсақ, x артық 4-ден. Анықталу облысы x үлкеніне тең 0 болғандықтан, x үлкен 4 жауабы берілген теңсіздің шешімі болып табылады. Төртінші мысалды қарастырайық. Түбірасында x артық минус 2-ден. Бұл иррационал теңсіздіктің оң жағында теріс сан тұр. Яғни, ал сол жағында тұрған түбірасында x-тің квадрат түбірдің анықтамасына сәйкес, түбірасында x үлкен немесе тең 0 болғандықтан, теңсіздіктің шешімі ретінде анықталу облысын ғана аламыз. Яғни, x артық немесе тең 0-ден. Яғни, бұл теңсіздіктің жауабы x үлкен не тең 0 болады. Бұл қарапайым 4 негізгі тірек есеп біз алдағы уақытта қарастыратын күрделірек иррационал теңсіздіктерді шешкен кезде негізгі тірек есептің рөлін атқарады. Енді есептерге талдау жасайық. Бірінші мысал, түбірасында x плюс 2 артық x-тан. Бұл иррационал теңсіздіктің оң жақ бөлігінде x айнымалысы тұр. Біз оның оң ба теріс пе екендігін білмейміз. Жаңа айтып өткендей, оң жағында оң сан немесе теріс сан тұрғанда байланысты, бұл иррационал теңсіздік шешу үшін екі жағдайды қарастырамыз. Яғни, сол жағында теңсіздіктің квадрат түбірасында оң сан тұр, ал оң жақ бөлігінде тұрған x айнымалысы оң немесе теріс болуы мүмкін. Бірінші жағдайда x-ті теріс емес деп қарастырамыз. Яғни, x үлкенде тең 0 болса, онда бағанағы айтып өткен үшінші тірек есепке сәйкес мына жүйені шешеміз. Түбірасында x плюс 2 артық немесе тең 0-ден, x артық немесе тең 0-ден, және берілген иррационал теңсіздіктерді екі жағында квадраттайтын болсақ, теңсіздіктің онда x плюс 2 артық x квадраттан. Жүйедегі бірінші теңсіздіктің шешімінен екіні теңсіздіктің оң жақ бөлігіне шығаратын болсақ, x үлкен не тең минус 2-ден. Екінші теңсіздігіміз x үлкен не тең 0-ден, ал соңғы үшінші теңсіздікте x плюс 2 көп мүшесін теңсіздіктің сол жақ бөлігіне шығаратын болсақ, онда x квадрат минус x минус 2 кіші немесе тең 0 теңсіздігі шығады. Енді мына теңсіздіктер жүйесіндегі x үлкен не тең 0 және x үлкен не тең минус 2 теңсіздігінің ортақ шешімі x үлкен не тең 0 болады. Себебі 0-ден артықса минус 2-ден артық екені түсінікті. Енді жаңадан x үлкен не тең 0 және x квадрат минус x минус 2 кіші 0 теңсіздіктер жүйесі пайда болды. Енді бұл теңсіздіктер жүйесін шешу үшін осы жүйеге кіріп тұрған x квадрат минус x минус 2 көп мүшесінің түбірлері Вет теоремасы бойынша x1 тең минус 1-ге, x2 тең 2-ге. Енді интервалдар әдісін қолданатын болсақ, минус 1 және 2 сандардың координаталық тізуге орналастырып, және осы арадағы мына берілген үш мүшенің таңбасын анықтайтын болсақ, плюс, минус және плюс. Бізге керектісі минус таңбасы, яғни минус 1 мен 2-нің аралығын аламыз. Осы аралықты штрихтап қоямыз, ал бұл жүйедегі x-іміз оң сан теріс емес сан болғандықтан, x үлкен не тең 0. Осы аралықты тағы да координаталық түзуде штрихтап көрсететін болсақ, теңсіздіктердің бізге қажетті теңсіздіктер жүйесінің шешімі x тиісті 0 мен 2 аралығы. Бұл жерде 0 кіреді, ал 2 кірмейді. Себебі берілген теңсіздік мына жерде қатаң болып тұр. X квадрат минус x минус 2 қатаң теңсіз болғандықтан біз 2 нүктесін алмаймыз. Яғни бұл бірінші жағдайда біздің алатын жауабымыз x-іміз 0 мен 2 аралығы 0 кіреді, 2 кірмейді.